Реал Мадрид тарихында бразилиялық футболшыларды ерекше бағалайтын әрі олармен жұмыс істеуді жақсы меңгерген клуб. Роберто Карлос, Роналдо, Кака, Марсело, бұл есімдер қаймақтылардың тарихына мәңгілікке жазылды. 2010 жылдардың соңында Мадридтегі жаңа бразилиялық толқынның көшін Винисиус Жуниор мен Родриго бастады. Кезінде сын мен күлкіге қалған бұл жігіттер бүгінде әлемнің ең мықты командаларының бірінің негізгі көшбасшыларына айналды. 2024 жылы Флорентино Перес бразилиялықтардың жаңа буынын қалыптастыратын уақыт жетті деп шешті. Осы мақсатта Палмейрас клубынан 50 миллион еуроға жас шабуылшы Эндрик трансферленді. Көпшілік оны 2-3 жыл ішінде команданың басты жұлдызына айналады. Негізгі құрамда тұрақты ойнайды. Сантьяго Бернабеу стадионында жанкүйерлерді әсем голдармен қуантады деп күтті. Алайда бәрі ойдағыдай бола қойған жоқ. Испанияда өткен 1,5 жыл ішінде шабуылшы небәрі 946 минут алаңға шығып, 7 гол соғып, бір нәтижелі пас берді. Эндрик негізгі құрамға бір жола орныға алмады, бәсекеде ұтылып, көп жағдайда қосалқы құрамда қалды. Мұндай жаста бұл өте қауіпті жағдай, сондықтан ойыншы мен оның айналасы жалға берілуге рұқсат сұрады. Реал басшылығы қарсылық танытпай, оны Франциядағы Лион клубына жіберді. Жаңа командада Эндрик Мадридке қарағанда көбірек ойнайтыны түсінікті еді, бірақ оның бірден жарқырап кететініне ешкім толық сенімді болмады. Алайда жаңа клубтағы екінші матчында бразилиялық хет-трик жасап, жанкүйерлердің жүрегін бірден жаулап алды. Сол сәттен бастап сұрақтар көбейді. Неге ол Реалда өзін жоғалтып алғандай көрінді? Мұндағы табыстың сыры неде? Енді дарынды буынның ең үмітті шабуылшыларының бірін қандай тағдыр күтіп тұр? Бүгін осының бәрін бірге талдаймыз. Бейнеміз ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа видеолар жиірек шығады. Ал енді бастайық. Алдымен Эндриктің Мадридке дейінгі жолына қысқаша тоқталайық. Болашақ футболшы 2006 жылы Бразилияда дүниеге келген. Бала кезінен футболмен шұғылданып, жолын Палмейрас академиясында бастады. Соңғы жылдары бұл клуб таланттар фабрикасына айналғаны белгілі. Жас өспірімдер құрамасының өзінде ақ Эндрик физикалық қуатымен, ойын ойлау қабілетімен және жасына сай емес салқынқанды мінезімен ерекшеленді. 16 жасында ол Палмейрастың негізгі құрамында дебют жасап, аз уақыттың ішінде ұлттық деңгейдегі қаһарманға айналды. Бразилия чемпионатындағы голдар, чемпиондық атақ бәрі де өте жылдам жүзеге асты. Ол жай ғана ойнаған жоқ, командасын алға сүйреді. Дәл осы сәтте Еуропа клубтары оны өзара таласа бастады. Нәтижесінде Реал Мадрид кәмелет жасына толмай тұрып ақ трансферді рәсімдеп, жарыста жеңіске жетті. Келісімшарт құны ондаған миллион еуроға бағаланды. Күтулер орасан зор болды. Мадридте оны болашақ шабуыл көшбасшысы ретінде қарсы алды, бірақ шынайы өмір әлдеқайда күрделі болып шықты. Реалдағы кезең Эндрик үшін нағыз мінез сынағына айналды. Бұл апта сайын өзіңнің мықты екеніңді дәлелдеуге тура келетін, бәсекелестік шегіне жеткен орта, оның толыққанды келуіне дейін-ақ мадридтіктердің шабуыл шебі қорқынышты көрінетін. Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, ал көп ұзамай оларға Килиан Мбаппе де қосылды. Мұндай жағдайда жас шабуылшыға тұрақты ойын уақытына қол жеткізу оңай емес еді. Ол көбіне матчтардың соңында ғана алаңға шығатын немесе қосалқы құрамда қалатын. Статистикасы апатты болмағанымен сенім. 1,5 маусым ішінде ол негізгі шабуылшы рөлінде орныға алмады, ойынға әсері де айтарлықтай болмады. Негізгі мәселе гол саны емес, сенімнің жоқтығы еді. Маңызды матчтарда бапкерлер штабы күткендей тәжірибелі әрі өзін дәлелдеген футболшыларға арқа сүйеді. Ал жас бразилиялыққа емес, Килиан Мбаппе факторы да ерекше рөл атқарды. Француз жұлдызының келуі Эндриктің негізгі құрамға жолын іс жүзінде жауып тастады. Реал Мадрид команданы әлемдік деңгейдегі супер жұлдыздың төңірегінде құра бастады. Ал бұл жобада бразилиялықтың рөлі екінші кезекке сырылды. Ол бастапқы құрамға ену мүмкін болмайтын жағдайға тап болды. Тіпті Мбаппе өз бабында болмаса да, негізгі құрамнан орын алатын, себебі ол Мбаппе. Ал клуб философиясы жұлдызға сенім артуды талап етеді. Сондықтан жалға кету ең қисынды әрі жалғыз дұрыс шешім болды. Олимпик Лион клубына ауысу бір қарағанда айқын таңдау сияқты көрінбеді. Француз клубы соңғы жылдары қаржылық қиындықтарды бастан өткеріп, тіпті өткен маусымда Лига 1 турнирінен шеттетілудің аз-ақ алдында қалған еді. Алайда дәл осы тұрақсыз командада Эндрик Мадридте жетіспеген ең маңызды нәрсені алды: сенім. Алғашқы күндерден бастап оған үміт артылды. Оны орындықта ұстап қойған жоқ. Еркіндік берілді, қателесуге мүмкіндік жасалды, нәтижеде көп күттірмеді.
Жаңа команда сапындағы алғашқы ойында ақ шешуші нәтижелі пас берді. Жақсы бастама. Бірақ Эндрик мұнымен тоқтауды ойлаған жоқ. Лион сапындағы екінші матчта ол нағыз сенсация жасады, хет-трик тіркеді, қарсылас күйреді. Жанкүйерлер шаттыққа бөленді, ал сарапшылар мен журналистер мұндай өзгерістің қалайша мүмкін болғанына таң қалды. Ең маңыздысы голдардың өзі емес, олардың қалай соғылғаны, сенімділік, агрессия, сәтті сезіну қабілеті. Біз Реалда көре алмаған қасиеттер Францияда бірден байқалды. Мұнда ол қателіктен қорықпайтын, еркін ойнайтын нағыз шабуылшыға айналды. Әрине, қазіргі табыстар қуантады. Бірақ ең бастысы, оның болашағы. Қазіргі жағдайға қарасақ, Эндриктің Реалда негізгі шабуылшыға айналуы екіталай. Бәсекелестік тым жоғары, ал клуб философиясы ұзақ күтуді көтермейді. Мансабын жоғалтпас үшін бразилиялыққа кету қажет, жай ғана жалға емес, толыққанды трансфер арқылы. Бұл ашы шындық. Эндрик қанша жерден Сантьяго Бернабеуде жұлдыз болуды армандаса да, қазір оған бастапқы құрамнан орын табу қиын. Мбаппе небәрі 27 жаста және мансабын кемінде тағы 8 жыл жалғастырады. Осы уақыт бойы бір клубтан екіншісіне жалға кетіп жүру ең дұрыс жол емес. Эндрикке тек тәжірибе жинау аздық етеді. Оған өз төңірегінде жоба құрылатын, ойын соның айналасында өрбейтін, бірнеше жыл тұрақты ойнап, жаңа деңгейге көтерілуге мүмкіндік беретін команда қажет. Қорытындылай келе, бір нәрсе анық, Эндрик футболшы ретінде сәтсіздікке ұшыраған жоқ. Ол топ клубтың қатал шындығымен тым ерте бетпе-бет келді. Реал Мадрид үйренетін емес, нәтиже талап ететін орын, ал Лиондағы жалға алу келісімі оның мансабындағы шешуші бетбұрысқа айналуы әбден мүмкін. Ол толыққанды қайта түлеп, жаңа деңгейге көтеріле ме, оны уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе қазірдің өзінде анық, Эндрик қайтадан футболдан ләззат алып ойнай бастады, ал бұл үлкен жетістікке бастар алғашқы әрі ең маңызды қадам. Пікірлерге міндетті түрде жазыңыздар. Сіздің ойыңызша, Эндрик Лионда тұрақты негізде қалуы керек пе, әлде оның Реал Мадрид сапындағы уақыты әлі аяқталған жоқ па? Осы тақырыпта көзқарастарыңыздың қалай бөлінетінін білу өте қызық. Сондай-ақ лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар, сонда жаңа видеолар жиі шығып тұрады. Сіздермен бірге болған аңыз доп YouTube арнасы. Ал бүгінге біз қоштасамыз. Достар, баршаңызға сәттілік. Футболды сүйіңіздер, футбол көріңіздер, футболмен өмір сүріңіздер.